Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге өттің дұрыс тамбауына ферритин және қалқанша безінің бір-бірімен қандай байланысы бар екені туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ферритин дейтін ол белок. Ферритин ол өзімен темірді байланыстырып, ол қорға жинайды. Яғни осы ферритиннің жетіспеушілігінен ағзада анемия пайда болады. Бұлай айтқанда өттің және қалқанша безінің анемияның пайда болуына қалай алып келеді, соны туралы айтатын боламын. Ферритин ол ағзаға тамақпен бірге түскен кезде, яғни белок түскен кезде асқазанның қышқылдығымен ол жартылай амин қышқылына ыдырайды, ал 12 елі ішекке барғанда өттің көмегімен ол толықтай амин қышқылына айналып, ол ішекке барып, соның нәтижесінде ағзаға толықтай сіңеді. Енді ферритиннің нормадан төмен болуы қай кездерде болады? Егерде осы қышқылдықтың төмендейтін болса, және де өттің дұрыс тамбауы нәтижесінен болады. Қышқылдықты не реттейді деген сұраққа келетін болсақ, немесе қалай реттеледі, ненің көмегімен реттеледі? Тұз қышқылы және пепсинді бөлінуіне әсер ететін ол гастрин дейтін гормон болып келеді. Оған әсер ететін соматостатин дейтін гормон арқылы реттеледі. Ал соматостатин нормадан жоғарылайтын болса, тиротропты гормонды және соматотропты гормонды және гастринді төмендетеді. Біз негізі қарайтынымыз осы ТТГ қарайтын болсақ, яғни ТТГ төмендейтін болса, онда гастрин де төмендеді деген сөз. Гастрин төмендейтін болса, ол бағанағы айтқандай пепсин мен тұз қышқылының төмендеуіне алып келеді. Яғни сол кезде ағзаға түскен белок жартылай амин қышқылына айналмай қалады. Сіздерге яғни қазір түсіну қиын болып тұр. Негізі сіз ТТГ-ға тапсырасыз, ТТГ төмендесе, гастриннің де төмендегенінің содан білеміз. Осы ТТГ гормоны нормада болатын болса, онда біз келесі қарайтынымыз ол өттің дұрыс тамбауынан. Яғни оны қалай не себепті біз өтке қарау керекпіз? Себебі жартылай амин қышқылын толықтай амин қышқылына айналдыратын ол трипсин дейтін ұйқы безіне бөлінетін фермент болып келеді. Ол ферментті бөлуіне әсер ететін бізде өт болады. Анемияның пайда болуына өттің де өте үлкен әсері бар. Яғни соның нәтижесінде бізде жартылай амин қышқылы толықтай амин қышқылына айналмай қалады. Егер өт дұрыс бөлінбесе, соның нәтижесінде ол айналмауының нәтижесінде толық амин қышқылына ішекке сіңбей қалады. Былай айтатын болсақ, бізге ағзаға белок түсті, ол асқазанның қышқылдығы арқылы белоктан жартылай амин қышқылына айналады. Ол жартылай амин қышқылы 12 ішекке барып, ол жерде трипсиннің әсерінен толық амин қышқылына айналады. Толық амин қышқылына айналған екен, ол ішектерге барып, сол жақта сіңеді. Ал егерде мен айтқан тұз қышқылы аз бөлінетін болса, және де өт дұрыс бөлінбейтін болса, онда бізде осы ферритиннің төмендеуінің негізгі себептері болып келеді. Сол себепті біз ТТГ-ны және де өттің дұрыс бөлінбеуіне қатты қадағалау керекпіз. Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер де видео қызық болатын болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жазыңыз. Қандай тақырып сізге қызық, соны комментарияға жаза кетсеңіз, мен келесі видеода дәл сол тақырыпта видео түсіретін боламын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.